Баршаңызға сәлем, сіздердің пайдаларына каналы. Бүгін сіздерге мобильді азаматтар базасында, яғни егерде БМГ-да номеріміз тіркелмеген болса, соны жұмыстан тыс уақытта қалай тіркеуге болады, соның жолын көрсетемін. Өздеріңізге белгілі Еков мобайл қосымшасы арқылы бұл тек қана ассистенттің көмегі арқылы жүзеге асады, яғни ол сағат 9-дан 6-ға дейін ғана жұмыс жасайды. Егерде сізге кешкі уақытта керек болған жағдай болса, онда Еков сайтына өзіңіздің ЭЦП кілтіңізбен кіресіз. Сайтқа кіргеннен кейін личный кабинет дегенді басамыз, және де осы жерге кіргенде біздің телефон номеріміз тұрады. Егерде телефон номеріңізді өзгерткіңіз келсе, осы жерде өзгертесіз. Ал егерде телефон номері жазылып тұрақ, бірақ сонда да сізде БМГ-ға тіркелмеді деген жазу шығатын болса, онда осы жердегі кодовое слово дегенді өзгертесіз және қайтадан сақтайсыз. Телефоныңыздың номеріне 1414-тен цифра код келеді, соны енгізесіз және де сохранить, подтвердить деген жазуларды басасыз. Осылайша сіздің номеріңіз БМГ, яғни мобильді азаматтар базасында тіркеледі. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.